Барлығына сәлем. Бүгін мен сіздерге бір платформа көрсеткім келеді. Ол бізде Khan Academy деген платформа. Жалпы бұл платформа ол бізде осы бүкіл әлемге танымал онлайн білім беру платформаларының бірі. Жалпы осы ол оқушыларға, мұғалімдерге де тегін және де жақсы білім алуға мүмкіндік береді. Жалпы көріп тұрғандарыңыздай, мұнда алдымен все инструменты деген жерде біз мұнда әртүрлі, то есть разделдар бар. Мынаның ішінде мысалы генератор дегенде, бұл осыған кіру арқылы біз өзіміздің пәніміз бойынша немесе дайын материал болатын болса, осыған салып, бұл жерде бізге квиз деген сияқты тест дайындап береді. Готовый. Ал мұнда разделить текст на части дегенде, мұнда мысалы қандай да бір тақырыпқа байланысты, егер де қиын тақырып болғанда, соның ішіндегі қиын тексттерді, қиын түсіндірмелерді студенттерге түсінікті болатында жеңіл қылып береді. Сондай сияқты мұнда бізде сабақ өтуге көптеген отделдар бар, және де біз мұнда алдымен настройкаға кіріп, мысалы өзімізге керекті тілді де таңдай аламыз. Мысалы мына жерден біз қандай орыс тілі немесе қазақ тілін алсақ болады. Мысалы давайте қазақ тілі. Енді бұл платформаның бір ерекшелігі ол сабақтардың видео форматта түсіндіретіндігі. То есть әр тақырып қысқа әрі түсінікті видеолар арқылы беріледі. То есть мына жерге біз мысалы исследователь дегенде, мысалы кез келген категорияны таңдаймыз. Мысалы математика. Енді математикадан тригонометрия немесе статистика для средней школы алсақ болады, немесе мынау поисқа бізге керекті бір тақырыптың атын жазсақ болады. Мысалы ең танымал, ең қиын тақырыптардың бірі ол бізде тригонометрия. Енді тригонометрияға өтсек, бізде мына жерде толықтай осы тригонометрия тақырыбын түсіндіретін видео сабақтар, файлдар, және де астына қарай өтетін болсақ, бізде мұнда тағы да тесттар да бар. То есть мына жерде бізде не только мұнда бізде практикалық тапсырмалар бар, тесттар бар деген сияқты. Мысалы кез келген мына жерден біреуін таңдайық. Тригонометриялық функциялар дейді. Осыдан біз мысалы свойства синусоида таңдайтын болсақ, бізге видео көрсетеді. Перед вами график периодической функции. И я предлагаю вам найти у этой функции линию среднего значения. Линия среднего значения – это горизонтальная линия, выше которой лежит ровно половина значений функции и ниже которой лежит ровно половина значений функции. Затем мы поговорим об амплитуде. Это показатель, насколько далеко функция отходит от линии среднего значения, насколько функция поднимается выше линии среднего, насколько опускает. Жақсы, сондай сияқты осы платформада бүкіл тақырыптарды, то есть осындай видео арқылы түсіндіреді. Және де тағы осы Khan Academy-дің тағы ең басты ерекшеліктерінің бірі ол бізде жаттығулар, жаңағы айтқанда жаттығулар жүйесі. Неге? Себебі осы платформалар, то есть оқушының деңгейіне қарай тапсырмаларды автоматты түрде бейімдейтін болады. Және егер де осы оқушы осы тапсырманы істеген кезде қателесіп кетсе, онда жалпы осы платформа өзі жаттығуларды, жаңағы тапсырманы жеңілдетіп, басқа жеңілдеу тапсырмаларды ұсынатын болады. Ал егер де оқушы осыны қатесіз бірден
жақсы шығарып отыратын болса, онда оған керісінше осы тапсырмаларды күрделірек бір деңгейге өткізіп отыратын болады. Осылайша әр оқушы өз қарқынымен оқи алатын болады осы платформа арқылы. Енді тағы да мұғалімдер үшін де бұл сайт өте ыңғайлы. То есть олар өз сыныбын құрып оқушыларды қосып отыра алады. Мысалы, мына жерде шығып қарасақ, классы деген кезде біз өзіміздің бір классымызды құру арқылы осы классқа оқушыларды да қоса аламыз. Бұл сайт жалпы осы компьютерден де, телефоннан да істей береді, тегін. Сонда осыған оқушылар кіру арқылы, то есть мынау ученики деген отделдан біз әр оқушыны көре аламыз және оны бақылай аламыз. То есть әр оқушы тапсырманы қалай орындап жатыр, олардың деңгейін, олардың қанша қателік жібергенін деген сияқты барлық нәрсені бақылай аламыз. Енді осы сайттың тағы бір ерекшелігі ол бізде қолжетімділік. То есть мынау сайтты біз кез келген адам, кез келген оқушы телефоннан да, компьютерден де кіріп барлығын бесплатно орындай алады деген сияқты. Енді біз мұнда өзіміздің школымызды да қоса аламыз. Енді инструменты дегеннен, мысалы, оқушылардың оқушылармен де, ата-аналармен де жұмыс жасауға болады. То есть мұнда, мысалы, қандай да бір іс-шара болатын болса, біз осында, мысалы, қандай қай жерде то есть мына жерден біз ата-аналарға да арналған бір іс-шара болатын болса, соны осы сайт арқылы істеп, оны жіберуге болады. Мұнда бізде тағы не бар? Комментарий к табелю успеваемости деген сияқты нәрселер бар. Мұнда біз өзіміздің материалдарымызды да қоса аламыз, сол арқылы, мысалы, басқа біреудің материалдарына қарауға болады. Жалпы болды. Осымен барлығына рахмет, сау болыңыздар.